Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, арнама қош келдіңіздер. Осы бейнеде қызылшадан өте дәмді қыстық салат дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Бұл салатқа сәбіз, пияз, қызанақ, болгар бұрышы, яғни тәтті бұрыш, қызылша, чеснок, ащы бұрыш қажет болады. Барлық қажетті заттарды осы бейненің төменгі жағына жазып қоям. Сол жерден қарап, дайындап барлығын бірден салатты дайындасаңыздар болады. Пиязды төрт бұрышты етіп ұсақтап тураймын. Содан кейін үккіштен сәбізді өткіземін. Егер сіздерде басқа үккіш болса, ештеңе етпейді, сол үккішпен өткізсеңіздер де болады. Құрметті оқырмандар, осы бейнеме лайк басуды өтініп сұраймын. Лайк басу арқылы менің каналымның дамуына кішкене болса да үлестеріңізді қосасыздар. Сәбіздің барлығын осылай үккіштен өткізесіздер. Содан кейін қызылшаны үккіштен өткіземін. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналымда көптеген қыстық салаттардың рецептілері бар. Осы бейненің төменгі жағына сілтемесін қалдырам. Қыстық салаттар деп жазылып тұрады. Кіріп көріңіздер, барлығы өте оңай, аз уақытты ғана алады. Өзім жыл сайын жасайтын рецепттермен бөлістім. Қызылшадан кейін болгар бұрышын бейнеде көрсетілгендей ұсақтап турайсыздар. Болгар бұрышы түрлі түсті болса бола береді, яғни жасыл, сары, өз қалауларыңыз бойынша. Чеснокты ұсақтап чеснокодавкадан өткізіп аламын. Егер сіздерде блендер, ет тартқыш болса, немесе қолмен де турауға болады чеснокты. Бірақ маған өзіме осылай ыңғайлы. Барлығын езіп, чеснокты тураймын. Чеснок дайын. Енді келесі кезекте ащы бұрышты тураймыз. Мен 2 ащы бұрыш қостым. Егер сіздерге өте ащы салат қажет болса, көбірек ащы бұрыш қоссаңыздар болады. Мен дәмін шығару үшін ғана қостым. Содан кейін қызанақты ет тартқыштан өткіземіз. Ет тартқыш болмаса, арнайы ұсақтағыш немесе блендермен де өткізсеңіздер болады қызанақты. Қызанақты толығымен ет тартқыштан өткіздім, дайын. Енді бұл жерде барлығын турап қойдым, яғни барлық көкөністерді, жаңа барлық процесті өздеріңіз көрдіңіздер. Енді қазір салатты дайындауға көшеміз. Жоғарғы отқа қазанға сұйық май құямыз. Сұйық май қызғаннан кейін ең бірінші пиязды саламыз. Және жақсылап 10-15 минут жоғарғы отта қуырасыздар. Пияз қызарғанша. Содан кейін сәбізді саламыз. Сәбіз бен пиязды да жоғарғы отта араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Өзі жаңағы сұйық май сәбіздің түсіне, яғни сарғыш түсті болады. Сол кезде қызылшаны саласыздар. Қызылшаны суы толығымен тартылғанша жоғарғы отта жақсылап қуырып аласыздар. Енді бұл жерде көкөністі қаншалықты мөлшердесіздер, үлкен етіп турадыңыздар, оттарыңыз қаншалықты қатты соғанда байланысты, қуыру уақыты кішкене азырақ болуы мүмкін. Содан кейін тәтті бұрыш, ащы бұрыш, қызанақты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жоғарғы отта тұра береді, жақсылап араластырып алыңыздар толығымен. Барлық көкөністі. Содан кейін қара бұрыш, паприка, лавр жапырағы, қант, тұз, чеснок және уксус қосып, жақсылап барлығын араластырасыздар. Барлығын араластырғаннан кейін ең төменгі отта 40-45 минут салатты қайнатасыздар. Ортасына міндетті түрде араластыру қажет. Осылай суы шығып, өте дәмді болып шығады салат. Содан кейін банкілерді стерилизациядан өткізесіздер, яғни мен осылай парға 3 минут қойып алам, ал қақпақтарды 3 минут қайнатып аламын. Енді басқа жолдармен де банкілерді стерилизациядан өткізсеңіздер болады. Яғни духовка бар, микроволновка бар, яғни түрлі жолдары бар, иә. Енді ыстықтай банкіге ыстық салатты бірден саласыздар, яғни толығымен барлық ыстық болу керек. Және ыстық қақпақпен жабасыздар. Дайын банкідегі салаттарды аударып, бір көрпемен немесе орамалмен жауып қойыңыздар, бір күн тұрсын. Содан кейін, бір күннен кейін банкілерді алып салқын жерге қоясыздар. Баршаңызға ас болсын.